Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар. Бүгін жасалу жолы оңай бризоль тағамын әзірлейтін боламыз. Әсіресе үйіңізде кішкене ғана фарш қалып, қандай тағам жасарын білмей отсаңыз, онда осы бризоль тағамын жасауға болады. Гарнирін әртүрлі етіп жасауға болады. Мен бүгін пюреден жасадым. Видеоны соңына дейін қарап, рецепт ұнап лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Алдымен фаршқа пиязды блендерден өткізіп аламыз, немесе ұсақтап турауға да болады. Одан кейін дәміне қарай паприка, тұз, қара бұрыштан салып, барлығын жақсылатып осылай араластырамыз. Бұл тағам жасалу жолы оңай тағамдардың бірі, сол себепті міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Барлығын араластырып болғаннан кейін, енді картопымызды тазалап аршып аламыз, одан кейін ыдысқа салып, пюре жасайтын боламыз. Гарниріне қызар ман айтып кеткендей, күрішті де жасауға болады, өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте бізге араластыруға ыңғайлы болу үшін осылай кесеге бір жұмыртқадан салып қоямыз. Одан кейін 60-70 граммнан еттен салатын боламыз. Барлығын осылай қасықтың көмегімен шайқап аламыз. Сонымен қатар достар, YouTube каналыма да тіркелуге ұмытпаймыз. Аптасына 3 рет каналымда жаңа рецепттер шығып отырады. Ал егерде қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келетін болады. Табаны бірінші қыздырып аламыз. Қызып тұрған табаға енді сәл ғана сұйық майды құятын боламыз. Таба антипригарны болған жақсы, сол кезде бризольдің асты жабыспайтын, күймейтін болады. Енді осы қыздырылып тұрған табаға дайын болған бризолімізді салатын боламыз. Барлығын осылай құйып, дөңгелекті форманы жасаймыз. Әр бризоль шамамен бір 4-5 минуттан қуырылатын болады. Жақсылатып бір жағы қуырылып болғаннан кейін, енді келесі жағына аударып, тағы да бір 2-3 минуттай қуырып алатын боламыз. Қыздар, бризольді ораған кезде ыстық күйінде орамаймыз, өйткені ыстықтай орасаңыз бризоліңіз сынып кетеді. Сол себепті суығаннан кейін осылай рулетиктер жасап қоямыз. Арасына қияр, қызанақты да қоссаңыздар болады. Осылай әдемілік үшін, бір жағынан тәтті болу үшін мен үстіне кетчуп пен майонезді осылай жағып шығатын боламын. Кешкі немесе түскі асқа қандай тағам жасарын білмей отсаңыз, осы бризоль тағамын жасап көріңіз. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.